Көптеген ғалымдардың болжамдары мен көптеген ғалымдардың зерттеулерінен кейін алып акула мегалодонның бар екені расталды. Бұл акула оңтүстік Атлантикада байқалған. Енді ғалымдарға үлкен жауапкершілік беріліп отыр. Олар алып акула мегалодонды ұстап алып, оған чип салып, ол жайлы мәліметтерді көбірек білу керек. Қазіргі қолданып жүрген кемелеріміз мегалодонды аулауға жарамағандықтан ғалымдар кемені қайта жаңартқан. Олар кеме салмағын 250 тоннаға дейін жеткізген. Ең үлкен ақ акулаға қарамастан, ең үлкен ақ акула мегалодонның шанына да ілесе алмай қалады. Себебі ең үлкен ақ акула ұзындығы 6 метр және де салмағы 2 тоннаға жететін болса, біздің алып мегалодон 17 метр мен 25 метр аралығында, ал салмағы 50 тоннаға дейін жетеді. Және де алып мегалодонды ұстау үшін біздің ғалымдар Индонезиядағы ғалымдардан үлгі алып, олар қалай кит акуланы аулайды, мегалодонды да солай аулауды шешті. Себебі кит акулалар 10 тоннаны құрайды, ал біздің мегалодон 50 тоннаны құрағандықтан оған құрылған қақпанды мықты темірлермен қаптау керек. Ғалымдар басқа акулаларға немесе балықтарға салған чиптері сияқты мегалодонға да чип салғысы келді. Мегалодонның тістері өте үлкен және де олар 18 сантиметрді құрайды. Кәдімгі үлкен ақ акуладан оның тістері 2 есе үлкен. Басқа балықтар қақпанға түсіп қалмау үшін бұл торлардың арасын өте үлкен қылып жасады. Тіпті ол торлардың арасынан алып ақ акулаларда өте алатын болды. Ғалымдар бұл қақпанды жасаған соң мегалодон бұған өзі түспейді деп, оған арнайы көптеген балықтарды жем ретінде қойған. Оны алдап қақпанға кіргізуі үшін. Мегалодон салқын суды ұнатпайды. Сол себепті ол су бетінде жүретінін білді. Сол себепті олар қақпанды судың бетіне мықты тереңге қарай жібермеген. Мегалодонды аулау үшін өте көп мөлшерде балықтар керек болды. Себебі біз балықтарды мегалодонды аулауда жем ретінде қолдандық. Ғалымдарға тағы бір қиындық пайда болды. Ғалымдар мегалодонды зерттей алу үшін олар су астына түсуге мәжбүр болды. Және мегалодонды аулаған уақытта олар мегалодонға чип салып, мегалодонды қайттан босататын болады. Бір мегалодонды ұстау үшін осыншама дайындық керек болды. Бұл жерлерде ғалымдардың еңбегі елеулі орын алды. Манағы біз айтқан 250 тонналық кеме мегазерттеуші деп аталды. Себебі ол мегалодонды аулайтын кеме еді. Зерттеушілер мегалодон бар жерге жеткеннен соң кезекпен кезек түнде кемені күзету керек болды. Себебі мегалодон торға түсетін болса, әлгі күзетіп отырған адам басқа зерттеушілерге де хабар беретін болады. Мегалодонды зерттеудегі бірінші күн басталды. Бұл күні ешқандай қозғалыстар көрінбеді. Ғалымдардың күдігі рас болса екен, бұл жерде мегалодонның бар секілді. Себебі басқа жыртқыш балықтар бұған жақындамаған болатын. Бұл жерде тірі жан жоқ секілді болды. Бірақ мегалодонды аулау кезіндегі екінші күнде мегалодонды ғалымдар ұстай алды. Мегалодонды зерттеудегі екінші күнінде басындағы 2 сағатында ештеңе білінбейді. Бірақ 2 сағат өткеннен кейін бір үлкен толқын бола бастады. Торды
бір нәрсе қашқысы келіп отырған секілді болды. Сол себепті ғалымдар су астына түсті. Су астына түскен кезде ғалымдар қатты қуанды. Себебі бұл шынында үлкен алып акула мегалодон екен. Бірақ ғалымдарға үлкен мегалодонды ұстауды бұйырмапты. Себебі бұл мегалодон ең кіші мегалодон болып саналады. Оның ұзындығы 16 метр болды. Бірақ бұның өзі ғалымдарды өте қатты қуантты. Себебі мұның өзі үлкен жетістік. Мегалодон Тордың бірінші түріне жеңіл түрде өтіп, екінші түріне келгенде ұсталып қалған темір қалыңдығы жеткілікті болған екен. Неге екенін ешкім білмейді. Ғалымдар алып мегалодонға жақындағанда мегалодон өзінің қозғалысын тоқтатқан екен. Бірақ ол көзін ашып ғалымдарға қарап жатқан. Ғалымдар мегалодонды жан-жағынан қоршап тұрып, оған тамсана қарап тұрған. Және де олар өз міндетін ұмытпай мегалодонға чипті салған. Чипті салып болғаннан кейін, чипті салған адам жаймендеп мегалодоннан ары қарай жүзіп кете берді. Ал қалған адамдар болса мегалодонды жайлап босатпақшы болады. Олар арнайы су машиналарын қолданып мегалодонды бұл тордан босатып жіберді. Содан соң ғалымдар өз жетістігіне қуанып, өздерінің мекеніне қайтуға бел буды. Бірақ та ғалымдар өздерін өлеміз деп ойлаған. Басында алып мегалодон кеме артынан қалмай ілесіп келе жатқан. Бірақ содан кейін алып мегалодон теріс бұрылып, басқа жаққа қарай өзі кетіп қала берген. Достар, егерде осы видео сіздерге қызық болған болса, міндетті түрде осы видеоға лайк басып, достарыңызбен осы видеомен бөлісіңіз. Ал егерде сіздер осындай керемет қызықты видеолар мен оқиғаларды жіберіп алғыларыңыз келмесе, арнаға подписаться етіңіздер және де жанынан шыққан колокольчикке басып кетіңіздер. Бізбен бірге болыңыздар.